Ассалаумағалейкум. Алейкум ассалам. Жағдайыңыз жақсы ма? Ай айналайын, бір адам келді әйтеуір. Қалай? Кімді күтіп отырсыз? Тыныштық па? Гүл ұстап алыпсыз қолыңызға. Туған күніңіз ба? Жоға, қайдағы туған күні өтіп кетті ғой. Ай, атам қыздарға баратыр болса. Ой, айта дегенсің сен де. Қайдағы қыз? Жасым 90-ға келді. Қыз болатын жастан ба? Оны неменеге ұстап аласыз қолыңызда гүлді? Ой, кеше ұлы жеңістің ұлы мерекесі өтті 9 мамыр. Ой, иттің баласы біреуін кеп құттықтаған жоқсыңдар. Біреуін кеп көңілін сұраған жоқсыңдар. Өзім мына әкімшілікке барып гүлді соқтан жұлып әкеп отырмын. Өзім құттықтап. Негізді ақсақал. Осы мерекені 100 жыл бойы бекер тойлағанбыз ғой. Неменеге? 45-ші жылғы соғыста немістер жеңу керек еді бізді. Ол нақұрыс айтып отқан сөз ғой. Аузының қарағанын ағызайын болсын. Отқан жеріңде. Көрерім. Егер кеше біз соғыспағанда немістерге жеңілгенде күндерің не болатын? Жүретіңдер немісше сөйлеп. Дейді. Қойыңшы. Қазірде ана тілімізде сөйлеп қарқ болып атқаным шамалақ. Басшымыздан бастап отырып басқа тілде сөйлейді ғой. Немістер жеңгенде экономикасы, технологиясы, мәдениеті, медицинасы дамыған елдердің қатарында жүретін ек. Сосын жылда бір Мерседес салоннан мініп жүретін ек негізінде. Кәні жеткен жетістігіңіз қайда? Жеткен жетістік қайда? 70 жылдың ішінде қарасаңызшы, бізді дінімізден, тілімізден, салт дәстүрімізден айырды. Одан кейін анау қаншама миллиондаған қазақты ашаршылықпен қырды. Одан кейін анау зиялы қауымдарды репрессия, ату жазасына кесіп, атты оларды. Ал 86-та не болды? Жастардың барлығын қыршындай қырды ғой. Ол енді өтті кетті. Есесінде тәуелсіздік алдық қой. Ой, бір егемендік жақсы болып қалдық, ә? Анау жемқорларды айтып атсыз ба? Халықты қанаған, тонаған, жеті ұрпағына дейін қарызға тығып кеткен, аямай? Мен бір нәрсені түсінбеймін, ақсақал. Мұна қазақтың соңғы ханы Кенесарыны орыстар келіп қыр салады да, ал сіздер ана орыстарға жақтасып, немістерді қырып саласыздар, Одан кейін жүресіздер, ойбай, орыстар ана бір Кенесарының басының сүйегін бермей атыр. Тарихтың қайшындығына сен кімге болсам, ақсақал өзі. Қойыңызшы ата. 다리가 싫게